осы елдің қамын ойлап, бәр жағдайларын жасап, бәрі жақсы болатын болса бар ғой, осы қазақтың халқы солардың 7-ші ұрпағына дейін сыйлап өтетін еді ғой бәрін, дұрыс па? Сондай бір тек азамат табылмай ма сонда осы 18 миллион қазақтың ішінде? Табылады ғой, табылу керек қой. Енді бұл жақта білмеймін, енді әртүрлі пікірлер болады. Мысалға, Муаммар Каддафиді білесіздер ғой. Ол бүкіл халқына жақсылық жасады ғой, жақсылық жасады. Ана коммуналка деген жоқ болды, ана бала туылса шотына ақша түседі, үйленсе тағы ақша түседі. Ана бүкіл Африка елдеріне су құбырларын тартпақшы болды. Бірақ не істеді ақыр аяғында? Өз халқы өлтіріп тастады оны. Қазір енді сорлап жүр халық. Соның кезі жақсы еді ғой, сол өте мықты адам еді ғой деп бүкіл әлем мойындады қазір. Сол сияқты мүмкін бізде қолда бар алтынды қадірлемейтін шығармыз. Сол сияқты енді білмеймін, ол тарих береді бағасын. Әр адамның, әр басқарушы, патша дейміз ба, президент дейміз ба, бағасын тарих бере жатар енді. Білмеймін, мен қазір еш нәрсе айта алмаймын ол туралы. Но менің ойымша ұлтшыл адам келу керек билікке. Ұлтшыл адам келмесе біз оңбаймыз. Қазақстанда қазақтардың жағдайы жақсы болу керек. Ана араб әмірліктеріндегі сияқты. Бірақ өкінішке қарай бізде қазақтардың бәрі кім болып жүр? Андай үлкен қалаларда қарасаңыздар, жаңағы дворник, көте жинайтын бәрі біздің қазақтар ғой. Иә. Соның бәрі, туалет отыратын қазақтар. Қай орысты көрдің ана? Туалетте отырған орысты көрдіңдер ме? Орыс көрген жоқпыз ғой, бәрі қазақтар ғой туалетте жуып тазалап жүретін бәрі. Дұрыс.